Бәріңіз сәлем, сіздермен бірге мен Яско. Қазір біз бэкстейджді бастаймыз. Сіздердің назарларыңызға жіберемін қалай бейнебаян қалай түсіретінін. Біздің құрсын бәрін анық түрде бүйтіп мелко детально көрсететін болады. Барлықтарыңызға міндетті түрде қарауға кеңес беремін. Біздің бейнебаянды өте эмоционалды, өйткені біз екеуміз. Рахмет, көріңіздер. Уақыт тоқтады, айналама қарасам. Бір сәтті дежавю болып қайталана қалсам. Movie бояуы анық құпиялы. Бұл актриса, новыйдан келген актриса. Бірақ билейтін актриса деп. А мен қазір буду босиком. Мен қазір буду босиком. Қайдан келдің? Көлікпен еще. Ауыртқансың. WhatsApp. Начало съемки. Сейчас будут первые кадры. Смотрите, что будет и как я буду ходить босиком. Все, чувак, давай, все, камера. Иди на руки. Что делать? На руках артистка ношу. Дайте ему что-то под ноги. Где моя очень? Хотя бы на я поставлю. Это то же самое было дорого. Все очень долго. Здравствуйте. Это Сэм, наш видеомонтажер. Бәріңе сәлем! Қатты айту керек болып жатыр, естілмейді. Сәлем! Бізде қазір бірінші съемка, жоқ, екінші съемка. Әлі қараватсыздар деген ойдамыз. Қараватсыздар. Бізде. Тоңқып қалдым. Біз өте жантық, қысылаттық. Жалғастырамыз! Жасаңды сезімдер емесе толай кетсем де тартады өзіне қара. Менің кейпімдегі жаңалығымызда ең бірінші бастағандағы әнді бастаймыз. Содан кейін бәрі жалғасып кетеді. Көп тұрғаныңыздай маған Арука! Салтын емес. Стықтап тұрмын. Арука, готова? Сағындырды сол күнде. Таңғалдым әлемде сенің барыңа. Көргенде жүзің түркінге шағыла. Сол сәтте, сол елеске. Можно размыть. Есть камера! Камера есть, музыка! Не попадает?
па тек өзімшілдік мінезіңді қоспа мен жаралымын сөздеріме оспа енді бәрі босқа ма тозбаған төзім аз ғана сұрай жасаңды сезімдер емес еді олай кетсем де тартады өзіңе қара Тағы да бәріңе сәлем, біз Бурабайдамыз. Біз қазір мына шыңның бойында өзіміздің әнімізді орындайтын боламыз. Мына жігіттің арқасында көптеген кадрлар керемет шықты. Билерге сәлем жолда. Терлік беттім. Қандай ощущение? Ощущение, как будто обоссался на все тело. Где-то я это уже слышал. Тағы да барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге тағы да мен Еско. Біз бэкстейджіміздің соңына келіп қалдық. Өкінішке орай көптеген мәліметтерді сіздерге көрсете алмадық. Ауа райына байланысты көптеген қолайсыз жағдайлар болды. Жаңбыр жауды, жел соқты. Қысқаша айтқанда ауа райы өте қолайсыз болды. Біз тоңдық, бірақ сонда да сіздер үшін барлығын жасаған болатынбыз. Барлықтарыңызға кеңес, мына сілтемеге кіріп, өзіңіздің ойыңызбен бөлісіңіздер. Бұл біздің бейне баян. Қарап, тамашалап, барлығына қарауға кеңес беріңіздер. Тағы да бейбітшілік болсын. Түсірілім алаңы өте қызықты болды. Біріншіден айта кетейік, ауа райы бізге бір қолайсыз болғаннан кейін көптеген мәліметтер жүктелінбей қалды. Сіздердің назарларыңызға бірақ ауызша түсіндіріп кетейік. Сезімдер өте әртүрлі. Біріншіден актриса болды ол жерде, Аружан деген. Оған рахметімізді айтқымыз келеді. Өте жақсы жұмыс болды. Біріншіден ауа райы өте қолайсыз, жіберем қалайдың атмосферасына сай болды, бірақ та ауа райы біздің техникаға әсерін етті. Одан басқа тағы да бір қызықты сәттер болды. Біздер жалаң аяқ, яғни салқын болды ғой жер деген. Ауа райының қанша екенін білмеймін, бірақ минус 10-нан төмен болған шығар. Ой, минус 10 болған шығар. Да? Минус 10 дейтін қар жоқ. Өтірге айтып дейді. Примерно минус 5. Бірақ салқындық сондай, себебі Бурабай, бұл солтүстік Қазақстан. Сондықтан көптеген ауа райының қолайсыздығынан біз шыдау керек болдық. Тек оны арқама да іліп алдым, оны Викторда іліп алдым. Себебі аяғы жалаң аяқ. Жұмысты бітіргеннен кейін ура дедік та жүгіріп үйге қарай Баняға кіріп кетті. Баняға түсіп алдық, себебі қатып қалдық. Содан кейін барып бізге бір күшті палау жасаған екен, соны палау жеп алдық та. Ұйықтап қалдық. Ну что, друзья, желаем вам приятного просмотра. Кто еще не успел посмотреть наш клип, переходите и смотрите по ссылочке вот здесь. Журсун сделает вот здесь ссылочку классную, и можно будет вот прям вот так сюда нажать, и она должна быть здесь. Желаем вам приятного просмотра, надеемся, что вам очень эта работа понравилась, потому что мы вложили туда душу, все свои силы, все свое старание и терпение. Потому, baby, ждите новых работ, очень скоро мы для вас сделаем бомбу.